Ассалаумағалейкум, армысыздар. Қаңтар көтерілісі кезінде баршаңыз көрген Талдықорғандағы экс-президент Назарбаевтың мына ескерткішін құлатқан көлікті жүргізді деп Батырбаев азаматтың үстінен іс қозғалып, ауыр айыптар тағылып отыр. Жасамаған істерін мойындату үшін ауыр соққылармен көгала қойдай етіп сабағанымен қоймай, денесін үтікпен күйдіріп, ішкі органдарына да қатты зақым келтірген, тіпті бүйрегін езіп жіберген деген ақпараттар бар. Қазірдің өзінде емханада емдеудің орнына абақтыда әлі де азаптап отыр. Мұндай азаптау мен жазықсыз айыптаулар халық пен полицияның арасын одан әрі алшақтатып, өшпейтін кек тудырары ақиқат. Ардақты ағайын, қанша нұрланған президент болса да, халықтың сенімінен, отбасы, отағасының денсаулығы мен өмірінен, әкешім деп жәудіреген балалардың көз жасынан темір ескерткіш артық емес шығар. Бүлінген дүние қалпына келер, алайда адамның денсаулығы сотталса, отбасынан жырақ қаншама жылдар, жақындары айырылған жандар қайта келмейді. Рас, екінің бірі Назарбаевқа қарсы болса, ердің біреуін ескерткіш құлатты деп соттауы, елім деген ердің сотталуына жол беру қаншалықты әділетті болмақ. Азаматқа араша болайық. Видеоны барынша таратып, тым болмаса осылай қолдау білдіріңіздер. Азаматтың ауылдастары мен жақындары президент Тоқаевқа үндеу жасады. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, біз Алматы облысы Ақсу ауданы Қапал ауылының тұрғындары келесі мәселеге сіздің назарыңызды аударуыңыз келіп отыр. Қайғылы қаңтар оқиғасының құрбандарына қайғыра көңіл айтып отырып, осы оқиғаға байланысты жазықсыз тұтқындалған азаматтарға араша сұрағымыз келіп отыр. Жазықсыз тұтқындаулар Салғайдағы біздің ауылымызды да айналып өтпеді. Нақтырақ айтатын болсақ, әңгіме Қапал ауылының тұрғыны Батырбаев азамат жайында болмақ. Біз бүкіл ауыл тұрғындары азаматтың жақсы, үлгілі отбасында тәрбиеленген және өзде 5 бала тәрбиелеп отырған жақсы білеміз. Әлеуметтік желідегі кейбіреулердің дәлелсіз сөзін негізге алып, адамға айыптауға болмайды ғой. 2022 жылдың 28 қаңтарында өткен Нұр Отан партиясының кезектен тыс 21 съезінде адам құқығы міндетті түрде сақталатындығы жөнінде және сіздің тікелей бақылауыңызда болатынын жөнінде нақты атап айттыңыз. Сізден сұрайтынымыз, азаматтың бір отбасын асыраушы екенін ескеріп, асырауында 5 баласы барын ескеріп, балалардың арты жасқа толмағанын ескеріп, зейнет жасындағы ата-анасын және анасын екінші топтағы мүгедектігін ескеріп, осы мәселені әділ шешіп беруіңізді өтініп сұраймыз.